Сәлем, Сәулешка. Мына ойбай, павлодарскийлердегі сәлем бергені қызық қой мынау, а? Біз жақта батыста бар ғой, енең бетіне сүймек түгіл көзіне қарауға қорқасың ба? Абысын тату болса, ас үйде ас көп деп. Так что подружки болу керекпіз. Иә, дұрыс айтады апа. Мен денеңдер! Ойбай, иә. Жоқ, мен айтайын деген біздің Шымкент жақтың сәлемін айтамын да апа. Мына қолымыз жерге тигенше иіліп, содан кейін бар ғой, еще сол сәлем салып тұрып, жерден қоқысты бірдеңе жинап тұрып орнымызда тұрып кетеді. Ой, зачем сәлем салу? Это қазір не модно. Сәлем деген қазір фитнес айналайын. Келген қонақтың бәріне иіліп сәлем сала берші. Қайта-қайта иіле бер. Мына жерің пресс болып қалады. Әрі салт дәстүр, әрі фигурам күшті болады, дұрыс па апа? Иә, сендер менің жас кездегі, қазір ғой, мынадай болып тұрған жас кездегі фигурамды көрсеңдер ғой. Ой, апа, сізде фигура болды ма не? Үлкен кісілер анаяққа кеткелі фигурада қалмай.